Әлеуметтік желіде тарап кеткен мына бір бейнеде үстіне көйлек киген әйел түннің бір уақытында өзімен өзі біртүрлі қимылдар жасап билейді екен. Егер оны біреу бейнекамераға түсіріп оған кедергі келтірсе, ол оған пышақ ала жүгіріп шабуыл жасайды. Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Қазақ тілді контентті қолдап, видеоның көп шығуына үлес қосқыңыз келсе, арнама тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Бұл маған үлкен шабыт әкеледі. Бүгінгі видеода бұл есі ауысқан адам ба, әлде мақұлықтың тірлігі ме, сонымен қатар бұл түсініксіз бейнетаспа қалай пайда болды? Осы жөнінде толығырақ анықтап көреміз. 2019 жылдың 22 қыркүйегінде Сербия Дианс атты жаңалықтар порталының айтуынша, бір топ жасөспірім балалар әлгі белгісіз әйелді бейнекамераға түсірген. Ол Сербияның Белград қаласындағы адамы аз жүретін көшелердің бірінде болған оқиға. Әлгі әйелдің үстінде ұлттық үлгідегі киімі болған және бір түрлі қимылдарды жасап билеген. Бұқаралық ақпараттар құралдарының айтуынша, ол әйелдің әрекетіне кедергі келтіріп мазасын алған адамдарға пышақ ала жүгіріп шабуыл жасап адамдарға зиянын тигізеді және ол әйелді қоғамға қауіпті деп танытады. Бірақ бейнетаспадан қарайтын болсақ, әйелдің қолында ешқандай пышақ та жоқ. Ал бұл әйелдің жасын сыртқы сұлбасына қарап айту қиындау. Келесі қысқа бейнероликте ол қолына пышақ ұстаған кәрі әжеге ұқсайды. Тағы бір жаңадан пайда болған жаңа бейнероликтің сапасы нашар болғанымен, оның бұл видеода егде жастағы әйелге ұқсамайтын көруге болады. Тағы біреулерінің айтуынша, ол әйелдің пайда болуы тұрған жерінен бірден пайда болып, содан сол жерден жоқ болады деп айтылады. Сол себепті полицейлер оны ұстай алмаған. 2022 жылдың аяғына қарай әлгі әйелдің тағы жаңа видеосы пайда болды. Бұл жолы бейне таспада ол әйел егде жастағы кәрі адам болды және қолындағы пышағы болмады. Бұны видеоға түсірген адам жоғарыдан, яғни көп қабатты үйлердің балконынан түсірген екен. Және ол адамның айтуынша, бұл біртүрлі әйелдің қылығы айналадағы адамдарға қорқыныш сезімін туындатқан. Бұл әйелдің біртүрлі қылығына біреулері күлсе, ал біреулері жүйке жүйесі бұзылған адам деп есептейді. Қазіргі уақытта бұл әйелдің кім екендігі және ол туралы ешқандай мағлұматтар жоқ. 2022 жылы видеодағы нұсқа күмәнді, себебі ондағы бейнетаспадағы әйел өте жас адам болды. Немесе ол алдыңғы видеоларда өзінің анасын немесе туысқанын біртүрлі билеуге көндірген бе деген нұсқа да бар. Сонымен қатар 2022 жылы түсірілген видео болса да сапасы тым нашар, ал видеода орыс тілінде жазылған екен. Ең алғашқы рет сербиялық әйелдің оқиғасы сербиялық әдеби кітаптарында 19 ғасырдың аяғында пайда болған. Аңыз бойынша ол әйел өте әдемі, тәкаппар және өзінің хақысы үшін күрескен делінген. Және тағы бір нұсқада ол әйел сербиялық соғысқа қатысқан ер адамның әйелі болған және оның күйеуі соғыста көз жұмған. Қорғансыз қалған әйел өзінің бостандығы мен құқығы үшін күрескен және ол сол кезден бастап өзіне шабуыл жасағандардан қорғану үшін қолына пышақ ұстап билеп өзінің шекарасын қорғаған делінген. Тағы бір нұсқада сербиялық әйел бай саудагердің қызы болған және соғыс кезінде әкесі қаза тапқан. Сол кезден бастап әйел әкесінің өлгеніне көндіге алмай, кек алу мақсатында шайқас өнерін үйреніп, өзінің отбасын және үйін қорғаған делінген. Сербиялық әйел туралы форумдарда бір қыз ол әйелмен қалай кездескенін айтып береді. Және де ол байғұс қызды әлі күнге дейін әрбір түн уақытында аңдитын көрінеді. Ол қыздың аты Анна. Ол Сербияда өмір сүреді. Көп қабатты үйлердің бірінде 5-ші қабатта тұрады. Сол түні ол қорқынышты кино көргісі келді. Бірақ ол қыз тылсым күштерге мүлде сенбеген. Сол түні ол терезенің алдында отырып, қорқынышты фильмдерді іздей бастайды. Және ол тұратын көшеде сағат 11-лер шамасында адамдар мүлде болмайды. Сағат түнгі 1-лер шамасында терезенің бір түрлі нәрсені байқап, терезесін ашады. Ол жерден көшеде билеп тұрған арықша келген әйелді көреді. Және Анна, ол әйелге әзіл ретінде, «Мен де сіз сияқты билегім келеді, қане бірге билейік» деп айқайлайды. Сол мезетте әйел оның дауысын естіп бірден тоқтай қалады. Аннаның айтуынша ол әйелдің бетінде өте қорқынышты гримі болды дейді. Және шамалыдан кейін әлгі әйел қыз тұратын үйдің есігіне қарай жүгіріп есікті сындыруға тырысады. Ол әйелдің қолы домофондағы кнопкаларға тиіп кетеді, ал Анна оның демалысын үйінің домофон тұтқасынан естіп тұрады.
Төменгі қабатта тұратын көршілерінің бірі бұл дыбысты естіп есік алдына шығады. Бірақ өкінішке орай, әлгі әйел ол адамға пышақ сұғып алады. Оны естіп тұрған Анна қатты шошып кетеді. Ал ана әйел болса жоғарғы қабатқа көтеріле бастайды. Бір кезде Анна домофон тұтқасынан ешқандай дыбыс естімеді. Және ол әйелдің ендігі үйінің есігінің алдында келгенін сезеді. Анна есігінің қарау тесігінен қараса, әлгі әйел сол баяғы бір түрлі бейін билеп тұрады. Содан Анна түшкіріп қалған кезде әлгі әйел есікті бұзуға әрекет жасайды және есікті бұзып үйіне кіреді. Анна балконға кіріп есігін ішінен кілтеп қашып құтылады. Ал әлгі әйел болса бөлмелерді шашып қызды іздей бастайды. Ол қыздың балконда екенін байқап, ол есікті де бұза бастайды. Анна қатты шошынып, қорыққанынан есінен танып қалады. Таңертең есін жиған Анна үйінің шашылып жатқандығын және балконның есігінің бұзылғандығын көреді. Ал әлгі әйел кетіп қалған екен. Оны Анна көшеден көргенде ол әйелге қателік жасамауын өтінеді. Бірақ ол әрбір түні Аннаны бақылап жүрген. Қазіргі уақытта бұл интернет аумағындағы жүрген әңгімелердің бірі және де өте қорқынышты оқиға екендігін мойындауымыз қажет.